Сәлеметсіздер ме балалар? Отыра қойыңыздар. Қазір бізде қазақ әдебиеті сабағы. Сабағымызды бастамас бұрын алдымен бір ойын ойнап алайық. Ойынымыздың аты сиқырлы дүкен деп аталады. Мен сиқырлы дүкеннің дүкеншісімін. Менен келіп заттар сатып алсаңыз болады. Кім келеді? Әр топтан бір-екі баладан келіңіздер. Жақсы нәрселер сатып аламыз. Мына жерге программалар кезекке. Ал сіз не алғыңыз келеді? Маған бір қалың болады. Қалам. Жоқ, онда бізде сатылмайды екен. Ал дәптер. Дәптер де сатылмайды екен. Сіз не аласыз? Ойланып тұрыңызшы. Маған айфон нөмірі. Айфон нөмірі. Жоқ, балалар. Бұл жерде ондай заттар сатылмайды. Дүкеннің сиқырлы дүкен аталуының өзі бір керемет ғажап. Яғни бізде сиқырлы дүниелер адамның бойында болатын керемет қасиеттер сатылады. Олай болса, енді ойланған шығарсыз, не аласыз? Маған адамның қасиетін қойшы. Тамаша, кәне, қолыңызды жайыңыз. Міне сізге адалдық қасиеті бойыңызға кірді. Не көрдіңіз? Жақсы. Келесі. Сіз не аласыз? Тамаша, мінеки адамгершілік қасиеті. Сіз керемет адамгершілікті азамат болдыңыз. Ой, тамаша. Сізге қандай қасиеті керемет? Міне сізге қарапайымдылық қасиеті. Рахмет салғаныңыз. Мен осы менен дайындым. Міне сізге мейірімділік қасиеті. Қандай күшпен сізге мейірімділік қасиеті қалып жатыр? Бірақ сіздермен витамин маған мейірімділік қасиеті. Тамаша. Маған адамгершілік қасиетін беріңізші. Бұл қасиет сатылып кетті. Онда маған жақсылық қасиетін беріңізші. Жарайсыз, сізге жақсылық Енді қасиеті. мен осы өмірде жақсы боламын. Тамаша. Сіздер маған неге сүйікті қасиетін беріңіз? Кеудем ертеңгі сүйгіштік деген. Рахмет. Сау болыңыз. Маған мейірімділік қасиетін бересіз. Мейірімділік қасиет сатылып кетті. Кішіпейілдік қасиетін беріңізші. Тамаша, мінеки кішіпейілдік қасиет сізге. Рахмет, енді мен кішіпейілдік боламын. Кішіпейіл боласыз, рахмет. Жақсы. Ал, ризасыздар ма? Біздің сыныпта кішіпейіл, мейірімді, адал, еңбекқор балалар екен. Олай болса, бүгінгі сабақта жақсы еңбектенейік. Қазір алдымен топқа бірігіп алайық. Ол үшін бұған дейін Ахмет Байтұрсынұлының қандай мысалын өтіп едік? Адамдық диханшысы. Тамаша. Сол адамдық диханшысы өлеңінің тармақтары бойынша топқа біргесіздер. Бірінші шумақ мейірімділік тобына, екінші шумақ кішіпейілділік тобына, үшінші шумақ адамгершілік тобына, төртінші шумақ адалдық тобына кеп біргесіздер. Басталды. Топқа дұрыс біріктік бекен, қане тексеріп жіберейік. Мейірімділік тобы оқыңыздар шумақтарыңызды. Адамдық диханшысы қырға шықты. Көлі жоқ, көгалы жоқ қырға шықты. Тұқымын адамдықтың шашты бектім. Көңілін көгертуге құл халықты. Дұрыс па? Жақсы. Кішіпейілділік тобы. Адамгершілік тобы. Жарықта малды құдай не керекке, үнілдер сойы соғы, жүндемекке, жұрда бер қамыр киіп, қамшыны жеп, бұйрық жоқ ұрасын деп үнілген. Адалдық тобы. Саяққа кетеренген қошы жайлар, көгесен қозғаланады кең айдап, есептен алдырғандай болғандар көп, жасықты асына деп білмей қайрап. Дұрыс екен, жақсы біріпсіздер топқа. Енді жұмысымызды бастайық. Балалар алдымен үй тапсырмасын қайталап алайық. Балалар, қазір бір-бірлер қадамы деген ойын ойнаймыз. Ол үшін әр топтан
бір адам шығады, мен білгірмін деп. Қазір білгірлерді анықтаймыз. Берілген сұрақтарға дұрыс жауабын беру керек. Және бұл ойында жылдамдық таныту керек. Кім жылдам? Сол жеңеді деп ойлаймын. Ал басталды. Не білгірмін дегендер шықсын. Ал баланың ұят болыңды. Бірінші сұрақ. Ахмет Байтұрсынұлы кім? Ахмаржан. Ақын, ағартушы, зерттеуші және аудармашы. Жарайды, бір адам. Ахмет Байтұрсынұлының өлеңдері өзінің сыртқы қарапайымдылығы, ішкі мазмұны, жеңілдігі мен біркелкілігі жағынан қазақ әдебиетінде бірінші орын алады деп кім айтқан? Бір қадам. Мысал деген не? Шағын көлемді адамға сабақ бола алып, шағын шығарма. Бір қадам. Мысалы болып тұратындар бар ма? Мөлдір? Әдебиелік, тәрбиелік, шымшыма, өткір, автормалы. Астарлы мағыналы бөлдірді. Кейде? Жақсы, бір қадам. Қазақ әдебиетінде мысал жанры кімнен басталады? Айта қойыңыз. Жақсы. Абайдың мысалшылық дәстүрін жалғастырушы кім деп ойлайсыздар? Ахмет Байтұрсынұлы. Бір адам. Адамдық диқаншысы сөзінің мағынасын ашып беріңіз. Айта қойыңыз. Адамдық диқаншысы дегеніміз адамның бойына жақсылық, ірімдік себетін адам. Жарайды, бір адам. Автор неліктен диқаншы деген сөзді қолданып отыр? Балжан? Себебі диқаншы дегеніміз ол жерге дән егетін адам, ол өз күнін көреді, ал біздің тақырыбымыз адамдық диқаншы. Адамдық диқаншы деген ол адамның бойына жақсылық сіңіретін. Жарайды, қабылдайық, бір қадам. Адамдық тұқымы дегенді қалай түсінесіз? Мөлдір? Адамдық тұқымы деген адамның бойындағы жақсы қасиеттер. Мысалы, білім, өнерлік, сондай қасиеттер адамның. Жақсы, бір қадам. Көңілін көтерту деген тіркесті неліктен тұрақты сөз тіркесі дейміз? Себебі тұрақты сөз тіркесте бір орында қалады, оның орнына басқа сөздерді қоюға болмайды. Мысалы, көңілін көтерді, көңілін деген сөздің орнына басқа сөзді қоюға болмайды. Деп ойлайсыз. Қабылдайық па? Иә. Жақсы, келесі. Жасықты асылма деп білмей қайрап дегенді қалай түсінесіздер? Ерсұлтан? Жаман қасиеттерді жақсы қасиет деп қабылдаған деп ойлаймын. Жарайды, бір қадам. Оттай бер жануарым екі аяқты, адамдық хайуанға қанша қажет деген жолдарда не туралы айтылған? Мөлдір? Ерте заманда автордың сөзін адамдар түсінбегендіктен солай ойлаймын. Себебі малды қайда айдасаң, сонда жүре береді. Адамды да сондай малға теңеп тұрды. Жарайды, бір қадам. Жорта бер қамыт киіп қамшынды жеп, бұйрық жоқ ұрасың деп үндемекке деген сөзге қазіргі кезде көнетін адам табыла ма? Себебі біздің адамдар өз еркімізде жүреміз, олар өздерімен еңбек етеді, білім алады. Біздің қазір заманымызда білім ордалары көп. Біз білім арқылы жұмыс істеп өзіміздің күнімізді көреміз, сондықтан да біз ешкімге табынбаймыз. Тамаша, бір қадам. Олай болса, басқан қадамдарыңызды санап көріңіздер. Балжан неше қадам? 5 қадам. Мөлдір 4 қадам. Ареке? Ахмардан 2 қадам. Ерсұлтан 5 қадам. Сізге 5 қадам. Балжан. Олай болса, балалар, бүгінгі білдіріміз кімдер екен? Ерсұлтан мен Балжан. Жарайсыздар. Рахмет сіздерге. Бұдан да көп дайындалыңыздар. Отыра қойыңыздар. Балалар, бүгін үйдің жұмасына жастан жалып келген сестер, бүгінгі сабағымызды бастайды. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Ахмет Байтұрсынұлының елдің бастарын мысалы. Дәптеріңізді ашып, қаңтар Ахмет Байтұрсынұлының бастары.
Қайсыларынан? Жарайды. Аяулым? Бүгінгі мысалда егіншілердің еңбегі туралы білуіміз мүмкін. Жарайды. Сіз не ойлайсыз? Бұл қазіргі тақырыпта егін басар тақырыпта еңбекшілердің егін егізгендігін болады. Жарайды. Сіз не айтыңыз? Мысалы егіннің басқарып дегеніміз егін туралы айтады. Жарайды. Балалар жақсы пікірлеріңіз жалпы дұрыс екен. Соған байланысты біз бүгін осы сабақта әдеби шығарманың тақырыбы мен идеясын анықтау мақсатында жұмыс жасайды екенбіз. Сабағымыздың оқу мақсатын орындау барысында біздің критериямыз әдеби шығарманың тақырыбы мен идеясын анықтау. Соған байланысты қандай дискриптивтер орындайды екенбіз? Көтерген мәселе бойынша тақырыбын анықтаймыз. Шығарма кейіпкерлерінің іс-әрекеттері арқылы шығарманың идеясын аша алуымыз керек. Жақсы, балалар сабақ бойында осы мақсатқа жетуге жұмыс жасаймыз. Олай болса, оқулықтарымыздың 88-ші бетінде Ахмет Байтұрсынұлының егіннің басар деген мысалы соны іштей оқып шығыңыздар. Бірінші топтан, бірінші оқыған оқушы 2 жолын оқиды, келесі оқушы 3-ші жолында қосылады, келесі оқушы 4-ші жолында қосылады. Сөйтіп, мына топ оқып біткен кезде тоқтайды, келесі топтан бірінші оқушы 2-ші жолын оқиды, қалғандары келесі жолдарда формен оқиды. Қалғанымыз мұқият тыңдап отырмыз, достарды тыңдап отырмыз, қаншалықты жақсы оқып жатыр екен. Жарай ма? Келесі топқа көшкен кезде алдыңғы топтан тоқтап мұқият тыңдайды. Басталды. Бастаймыз. Bir adam жас баласын жанына алды. Екеуі сайран етіп кетіп қалды. Қыдырып, әрлі-берлі жүрді дағы. Егінші егін еккен жерге барды. Аралап әр егінді қарап жүрді. Кезеді пісіп болған егін түрлі. Бастарын дәрге толған төмен салып. Бидайлар бейне тағзым етіп тұрды. Жалғыз-ақ бір бидайдың көкке қарап, бейне бір жалғыз өзін көкке балап, баланың сол бидайға көзі түсіп, білмекке кетті көңіл жөнін сұрап. Құбылық бидайлар күлбасын салып, жіберген маза Құдай нұрға қанып. Әй әке, мұның мәнін түсіндірші, бір іске тұрмын өзім қайран қалып. Бұл бидай көтеріп тұр басын көкке, қарайды шекірейіп өзге көкке. Өзгелерді теңгермейді, соншама бұл бидайдың дәні көппе. Айтайын мұның мәнін балам саған. Шырағым түрін көріп таңдырма оған. Өзгесі төмен қарап бүлінгенде, ойлама кезіккенде бәрі сонан. Жәнеге әркез айтты баласына, сұқтанға қос ойған қарасына. Құдайым өзгесіне дәл білгенде, бұл бидай дәнсіз қапты арасында. Бидайлар басы толып иіліп тұр, дән берген қожасына сыйынып тұр. Басында бұл бидайдың дәні болмайды, кекірейген көкке қарап бүлініп тұр. Елде көп бұл бидайдың таңдап дейді, тәкаппар оны халық жаман дейді. Халқы емес тәкаппарлық данышпанның тұтынға бұл мінезді балам дейді. Жарайды, жақсы. Енді қазір өлеңді оқығанда қаншалықты сөзге мән беріп оқыдыңыздар екен. Біз қазір шешендер сөйлейді деген ойын ойнаймыз. Яғни шешендер сөздің мәніне ерекше қарайды. Сондықтан орталарыңызда шешен деген бір баланы шығарыңыздар. Жақсы. Қазір мен ашамын, сіздер әрқайсыңыз 3 жолақтан аласыздар. Балалар, кім дайын? Аяулым. Сайран ету, қыдырып кетіп қалу, тең келмейді. Өзін басқаларға тең көрмейді, тәкаппар. Өзін басқаларға
мәтініне қаратып, тақсым ету деген сөзі бұл мәтінде біз тұтастар дәнге толған төмен салып, қожайынына тақсым етуші. Жарайды. Ахметке айта беріңіз. Қайран қалу, таңғалып қалу, көпке балау, өзін басқалардан артық санау, кекілеу, басқаларды менсінбеу. Мұнда кекілеу сөзі адамгершілігі төмен адамның образын көрсету үшін қолданылған сөз. Тамаша. Тұтынба, қолданба, көкке қарау, биікке қарау, сорайған қарасы, дәні жоқ ұзын бидай. Бұл жерде тұтынба сөзі мәтіндегі қызметі дәні жоқ бидай секілді тәкаппар мінезді бұл тұтынба деген мағынада қолданылған. Көкке қарау, дәні жоқ бидай басқалардың өзіне теңгеме көкке қарап тұрады. Сорайған қарасы дегеніміз сол дәні жоқ бидайдың сорайған қарасы. Жарайды, жақсы. Ал біздің шешендеріміздің әңгімесіне байланысты не айтасыздар? Ерсұлтан? Ортамызға шыққан қыздардың бәрі шешен екендігін көрсетті, бірақ та аяулымның соңғы сөзі тәкаппардың мағынасы олай емес. Мағынасы менсінбеу. Менсінбеу дегенді білдіреді деп ойлайсыз, иә? Так, критерийлеріміздің бәрі орындалды ма? Ескеректер орындалды ма? Яғни аяулымның бір сөзі нақты болмай қапты, қалғандарымыз яғни үш сөздің мағынасын ашты, мәтіндегі сөздердің қызметін айта алды ма? Айта алды. Олай болса, келесі жолы әрбір сөздің мағынасына мән береміз деп ойлаймыз. Солай ма? Жақсы, рахмет, отыра қойыңыздар. Балалар, келесі тапсырмамыз 3-2-1 әдісі деп аталады. Сол әдіс бойынша қазір өлеңнің тақырыбы мен идеясын топ атауымен байланыстыра отырып, флипчартқа бейнелеп жеткізіңіз делінген, яғни топпен бірігіп жұмыс жасаймыз. Флипчартта бейнелеп, бар ойларыңызды сонда келтіріп, қорғайсыздар. Яғни 3-2-1-де 3 авторға беріңіздер. Және жақсы отырыңыздар. Мейірімділік тобын ортаға шақырамыз. Біздің топ мейірімділік тобы. Біз мәтіннен 3 факт анықтадық. Бірінші факт. Әкесі мен баласы егінге барды. Екінші факт. Әкесі мен баласы сөйлесті. Үшінші факт. Әкесі мен баласы бидайды көрді. Біз авторға екі сұрақ қойдық. Ахмет Байтұрсынұлы, неліктен сіз адамның мінезін бидайлармен салыстырдыңыз? Екінші сұрақ. Ахмет Байтұрсынұлы, сізге осы мысалды жазуға қандай ой түрткі болды? Біздің тұжырымымыз. Алла тағала көп мейірімін шашып, бидайларға көп дән берді. Жарайсыздар. Жақсы. Рахмет. Печаттарыңызды тақтаға іліңіздер. Адамгершілік тобы. Біздің топ адамгершілік тобы. Біз осы мәтіннен 3 факт алдық.
Biz avtorga 2 сұрақ дайындадық. Birinchi сұрақ, Ahmet Байтұрсынұлы, siz nega misolga bidaylarni aldingiz? Екінші сұрақ, Ахмет Байтұрсынұлы, сіз осы өлеңіңізді қандай мақсатпен жаздыңыз? Біздің тұжырымымыз бұл мысалда адамгершілікке баулу туралы айтылған. Себебі мысалда айтылған жаман қасиеттерден өз бойынан аулақ ұста адамгершілікті бол деген ойдан туған біздің тобымыз адамгершілікті болуды құптайды. Жарайсыздар. Рахмет. Келесі топ. Адалдық тобы бастаңыздар. Біздің топ адалдық. Біз осы мысалға 3 факт айтамыз. Бірінші факт. Сорайған бидай туралы баласы әкесінен сұрады. Екінші факт, әкесінің баласына түсіндіруі. Үшінші факт, еліп тұрған бидай Құдайға рахмет айтып тұр. Авторға сұрақтар. Ахмет Байтұрсынұлы, сіз неге өзіңіздің мысалыңызға атын егіннен бастар деп атап қойдыңыз? Екінші сұрақ, Ахмет Байтұрсынұлы, сіз неліктен бұл мысалда аллегория қолдандыңыз? Біздің осы мысалға тұжырымымыз. Бұл мысалда адалдық туралы айтылған. Бұл сөзімді өлең жолдармен айта аламын. Еліп тұрған бидай Аллаға тағзым етіп, басына бидай бергеніне тағзым етіп сиынып тұр. Автор бұл өлеңді жақсыдан үйрен, жаманнан жирен деген мақалды сүйене отырып туындаған деп ойлаймын. Жарайды. Жақсы, рахмет. Жақтарыңызға не қойыңыздар. Кішіпейілдік тобы кезек сіздерге келді. Біздің топ кішіпейілдік тобы. Біз осы мәтін бойынша 3 факт дайындадық. Бірінші факт, балам бидайды көрді. Екінші факт, сорайған бидайға таң қалды. Үшінші факт, баласы әкесіне сұрақ қойды. Біз осы мәтін бойынша авторға 2 сұрақ дайындадық. Ахмет Байтұрсынұлы, сіз осы мысал арқылы не айтқыңыз келді? Адамның мінез құлқын бидаймен салыстыру ойыңызға қалай келді? Біздің тұжырымымыз, біздің ойымызша еліп тұрған бидайлар кішіпейіл бидайлар. Бұл мысалда адамгершілікті қолданған. Кішіпейілділік адамгершілік қасиет. Жақсы. Жақтарыңызға беріңіздер. Орындарыңызға отыра беріңіздер. Балалар, қазіргі орындаған тапсырмамызға байланысты кім пікір айтқысы келеді? Аружан. Менің ойымша осы 4 топта өте жақсы жұмыс жасадым. Олар өлеңнің мазмұнын біледі. Топ атауымен өлең мазмұнын байланыстырды. Өлең тақырыбын анықтады. Бірақ менің ойымша кішіпейілділік және мейірімділік тобы өлеңнің идеясын аша алмады. Балалар, келісесіздер ма? Жақсы, отыра қойыңыз. Олай болса, қазір келесі тапсырмамызға көшеміз. Саралау тапсырмасы, яғни егіннің бастары өлеңнің тақырыбына, идеясына сай өлең құрап жазасыздар, сурет саласыздар, эссе жазасыздар, ән айтасыздар, мақал мәтел жазасыздар, қалағандарыңызды орындайсыздар. Кім қай тапсырманы орындағысы келеді?
Алдымен өлең құрап жазған балаларды ортаға шақырсақ. Ал мұқиятында құрыларыңызды. Қасиетті адамның ақырды ақ жақсы болса жаманат да болады. Екеуін саралағы көңіл бөліп, жаманат қаш жақсысын қарайлықта. Өмір жолы әртүрлі ақпен қадам-қадасына мән берме ағыз сана. Екеуі де бірде қалып көтере біл, сонда ғана боласың мінезді дана. Әр адамның мінезі бар, өзіне тән, кейбіреуі болар, кейде жаман. Ең жақсы мінез ол адалдық, әрқашанда бойы шығарып. Мейірімділік қасиеттің жақсысы, сіңіремін бойыма әрқашан. Жаман ниет келтіреген жандарды жолатпаймын жаныма ешқашан. Жайқалған егін өсірген диқандарға мың алғыс, ақыл кеңес беретін ұстаздарға мың алғыс. Қарапайымдылық қасиеттің асылы, баға жетпес құндылықтың жақсысы, адамдықтың сырын сақтап, ісін біл, көркем мінез көктетер әркімді. Жарайсыздар. Арамызда мұншама ақын бала бар екен, е? Шапалық. Отыра қойыңыздар. Енді мақал мәтел жазған балаларды ортаға шақырайық. Ексең егін, ішесің тегін. Егініңді күн суар, күн суарма түн суар. Егін ексең егін тап, егін тапсаң жерін тап. Бақпаса мал өспейді, баптамасаң егін өспейді. Еңбектің нанын тәтті, жалқаудың жанын тәтті. Адалдық ардың ісі. Адалдық жүрген жерде адамдық жүреді. Еңбек етсең ерінбей, тойда қарның тіленбей. Жақсыдан үйрен, жаманнан жирен. Асылдың бірі адалдық. Еңбегін жазсын десең ебін тап. Жақсыдан үйрен, жаманнан жирен. Еңбек етсең ерінбей, тойда қарның тіленбей. Жақсыдан үйрен, жаманнан жирен. Еңбек етсең ерінбей, тойда қарның тіленбей. Жері байдың елі бай. Жеріне қарап егіне, жолына қарай жерін жеп. Мырза болсаң да мейірімді бол. Еңбек аздан еңбек аз. Жақсыдан кек жоқ. Жақсылық қылсаң жақсы, жақсылық көрсең асыр. Жақсылық жүрген жерде тапшылық болмайды. Жақсыдан үйрен, жаманнан жирен. Күтімді егін бітімді, бітімді егін түсімді. Тәкаппарды тәңір сүймес. Жақсы, біздің балалардың бәрі мақалшы екен. Мақалды көп білетіндерін байқады. Ең көп мақал жазған кім екен? Айханым, Нұрайым, жарайсыздар, отыра қойыңыздар. Енді ортаға сурет салған балаларымызды шақырайық. Суретшілер ортаға шығыңыздар. Ал сөз сіздерде. Бастаңыз. Мен осы суретте мәтінде жазылған әкесі мен баласының бидай туралы әңгіме айтып жатқанын бейнеледім. Жарайды. Ерсұлтан. Мен бұл суретте баласының әкесінен мынау бидайдың неге солай тұрғанын сұрағанын салдым. Және де бидайға судың қадірінсіз өспейді. Және де оларға күннің жылуы да керек. Жақсы. Мөлді сіз не дейсіз? Ал менің суретімде әкесі мен әкесі баласына неге бұл бидай сорайып тұрғанын түсіндіріп жатқанын көрсеттім. Және қарасаңыздар, бала мен әкесінің мына жағында өзен бар. Өзеннің бидай өсіп тұрған жерде әрине өзен болады деп мен өзен салып қойдым. Жақсы. Мен осы суретте бидай мен әкесі мен баласын салдым. Мына бидайлар Құдайға сыйынып тұр. Өздерінің басында өте көп бидай болғандықтан сыйынып тұр. Одан кейін мен мына жерде жаңбырды салдым. Су болмаса бидайлар өспейді. Одан кейін күнді салдым. Жақсы. Рахмет. Енді есте жазған балалар ортаға шығады. Жұмаса беріңіз. Адамгершілік адам бойындағы асыл қасиет. Адамгершілікті адам мейірімді, тәрбиелі, адал және кішіпейілді болады. Біздің сыныбымыздың балалары бір-біріне көмектеседі, мейірімділікпен қарайды. Менің ойымша біздің сыныбымыздың балалары нағыз адамгершілік балалар.
Biz adamkершілікті болуымыз қажет. Adamkершілікті болуымыз үшін өтірік айтпауымыз керек, мейірімді болуымыз керек, ұрлық жасамауымыз керек. Adamkершілік жақсы қасиет. Егер де сұрайып тұрған бидайды көрсем, мен де әкеме сол сұрақты қоятын едім. Әкемнің балаға айтқан жауабы мені қатты толғандырды. Әсіресе басым иіп тұрған бидайлар туралы айтқаным. Дән берген қожасына сеніп тұр деген сөз әрбір жақсылыққа риза болшы дегенде естіледі. Жарайсыздар. Балалар, біздің эссе жазған балаларымызға айтатындарыңыз бар ма? Нұрай. Барлық оқушылардың эсселері жақсы жазылған. Соның ішіндегі Айнұрдың эссесі сезімге толы екен. Жарайды, рахмет сіздерге. Отыра қойыңыздар. Балалар, енді ән айтатын балалар бар екен ортамызда. Аяу. Ағай, біз екеумізге өлеңіз болды. Болады. Және де телефонымыз болды. Жарайды, жақсы келіңіздер. Ағай деп айтпарыз, болмағыздар дұрыс. Ертің қына қойса, нәжбеге. Оқушы дәсесін таныстыра алмадым, бұзықылық жасамасам жүре алмадым. Тұры сені тәрбиелі таңдағы, неге біздің болғанымды біле алмадым. Сондай кезде бастасыз отырдым күнімде, кейіннің араларын бәрінде көрдім. Көмектесіп қиындықта ұстаздарымде. Қайтпасам бізді кешіретін, үйрететін оқу бөлімге. Жағнары бар ма асыл ұстаздар? Баласындай бізді өсіретін, жол ашады мына өмірге. Жағнары бар ма асыл ұстаздар? Рахмет. Мен сіздерге сұрақ. Сіздер неліктен мұғалім туралы өлең айтыңыздар? Себебінде Ахмет Байтұрсынұлы бүкіл қазақ халқына ұстаздық еткен, және де бұл мысалда әкесі баласына ұстаздық еткен. Сол себептен де біз ұстазға арнаймыз. Жарайды, рахмет. Отыра қойыңыздар. Тағы кім айтады? Келе қойыңызшы. Соғанша күнім күзі дону, ана жерден салам. Жүрегімді жүзге тосып, өміріммен саған. Ана, мәңгі сен ана. Асау ана, көңілге дала. Дарасың сен маған, дарасың сен маған. Мақтанатым, махаббатым, махаббатым. Айғаным, сіз неліктен ана туралы өлең айттыңыз? Себебі адам бізге мейірімділігін тігеді. Маған мейірімділік деген сөз түссе, маған бірден есіме түседі. Сонымен қатар біздің тобымыздың аты да мейірімділік. Және егер мен бастар аты шығармасында да мейірімділік жайлы айтылған. Жарайды, отыра қойыңыз. Балалар, қазіргі тапсырмамызға байланысты кім қорқып жүреді екен? Мырза? Маған осы сыныптағы барлық оқушылар өнерлі болып көрінді. Әсіресе Ақеркенің жазған өлеңі. Ал суретке тоқталып кететін болсақ, Айдананың суреті толық аяқталған. Жақсы. Балалар, енді бүгінгі сабақ барысында жасаған жұмыстарыңызға байланысты ішкі әдісімен бүгінгі сабақта не қызық болды? Қандай құнды пікірлерді алдыңыздар? Қандай қиын жағдайларға кездестіңіздер? Сол жөнінде пікірлеріңізді білдірсеңіздер. Елдар, сөйлеңіз. Сабақта мен үшін ең қызық болған жағдай ол сиқырлы деген ойын.
Жақсы. Ақмаржан. Бұл жерде маған қызық болған ол ойындар, ал құнды болған әр баланың берген мәліметтері, ал қиын болған білгірлер қадамындағы сұрақтар маған қиын болған. Жарайды. Балжан. Мен үшін қызық болған бұл ойындар. Мен үшін құнды болған бұл 3-2-1 әдісі. Бұл жерде маған екінші авторға сұрақ қойып ойындар. Мен Ахмет Байтұрсынұлымен сұрақ қойғанда шынайы сезімге бөліндім. Сондықтан да маған 3-2-1 әдісі құнды болды. Ал қиын болған ол білгірлер сайысы. Ол жердегі сұрақтар қиындау болды. Жарайды. Андар, сіз айтыңыз. Маған қызық болған сиқырлы дүкен, ал құнды болған 3-2-1 әдісі, қиын болған ол шешендер ойыны. Жасмина. Маған осы сабақта сиқырлы дүкен ойыны ұнады, ал құнды болған ойын ол шешендер сөйледі деген ойын маған кішкене қиындау болған десе. Жақсы отырыңыз. Әмірлан. Маған осы сабақтың қызық болғаны сиқырлы дүкен ойыны, ал құнды болғаны адамгершілік қасиеті. Қиын болғаны білгірлер қадамындағы сұрақтар. Өйткені ол сұрақтар ойлануға мәжбүр етеді екен. Отырыңыз. Мөлдір. Маған осы сабақта қызық болғаны ол біздің сурет салғанымыз. Құнды болғаны ол оқушылардың мәліметтері. Қиын болғаны ол білгілер қадамы сайысы. Себебі ол жақта сұрақтар кішкене қиынырақ болды. Жақсы. Балалар, бүгінгі сабағымызда алдымызға қойған мақсатымыздың бәрін орындай алдық па? Жарайды. Олай болса, үй тапсырмасын жазып алыңыздар. Күнделіктеріңізді ашыңыздар. 89-шы беттегі 3-ші тапсырма. Өлеңнің қалаған бөлігін жаттап аласыздар. Бидайдың сипаты арқылы берілген адам мінез құлқын қара сөзбен жазып шығасыздар.